Баяғыда жас уақытымызда Шәріптің шайып біткен әңгімелері өч. кеше анау сендердің TikTok деген бәлелеріңе кірдім. Кіріп қалсам біреулер билеп жатыр. Simple Pim. Зор билейді, а? Бұрындары жас кезде гел-пел деген жоқ. Жаңағы шашымызда қантпен қайырып аламыз сулап. Кейін үйге жуған кезде арасынан шыбындар шығып жатады. Кеше анау сендердің класстастарыңды көргем. Қисалаң етіп келді да амандасып жатыр. Sonra bitep üstümde şapalağım, tertip жібердім. Арқылай, дальше қисалаңдап кетті. Бір күшті өлең тыңдадым. Ты такая красивая, ты такая милая деген. Соны жаңа жеңшелеріңе айтып бердім ғой. Жеңшелерің қайырылды дағы ананы тыңдап. Сонымен 9 айдан кейін кенже бала деп отыр. Тәттімен ауаттан дәмін татпасам. Оның басына дейін. Апарып тастайын. Сен ана менің қой кезегін бағып бересің ба? Қосаш көге. Неңіз бұл ғой? Жоқ әле ондай. Өзің бар, жаяу бар. Ауылдағы таксист Мура. Мынаның артында тас бар еді. Сен түсші, айтып тұршы бар. Құсы бар. Қауын қарбыз аласыңдар ма? Ана ауылдың бас жағында келе жатыр аналар, бажылдап. Жетісайдың қауындары дейді, жақсы ау. Келдік әні мә. Үйгесіне апарып тастаңыз көге. 30 теңге бересің ба? Жас берейін. Болды, апарып тастайын. Қалаға дейін апарып тастайын ғой. Жақсы. Жеңше, ақшаны берсеңіздер, 3 ай болды ғой қалаға тасып отқан. Қашан жүре бересіздер бейді? Ой, жаман айтсыз көге. Сөйлей алмай қалды сізге. Конечно сөйлемейді. Гәрәң ғой. Ана кептарыстан барған ол. Таза арам ана, айуан ғой. Саршұнақ ғой. Жайша ма? Тығылып адам алады ғой. Саршұнақ, ана кімнің үйінде 3 адамды алдың ба? Айуан, жетіспісің. Ойлайым да. Мына заман не болып барады? Заман өзгерді ме әлде адам өзгерді ме? Білмеймін. Интернетті ашсаңыз қазір, неше түрлі атақ қуған, хайп қуған адамдар бар. Өтірік ақындар, біреу көкірегін шешеді, еркектері қызға айналып жатыр. Ойлаймын, інілерім менің не тәрбие алып жатыр екен деп отырсыз. Кішкентай балдарым мысалы. Не ойлайсыз ғой? Олар қуатақтар ғой. Не дейсіз? Олар қуатақтар. Қуатақтар деймін, қуатақ. Қуатақтар дейсіз. Атақ қуған заман дейсіз ғой. Әшен қулар да. Сізді бір күлетініңіз бар еді ғой сіздің. Қуатақтар деймін, қуатақ. Қуларға тез жаңағы тәрбиесі жоқ.